біз бүгін дәл осындай жасалу жолы оп-оңай сигара бөлек әзірлейтін боламыз. Түскі шайға жасасаңыздар өте керемет болады және көп уақытыңызды да алмайды. 5 минуттың ішінде тез жасап тастауға болады. Сонымен бізге ең алдымен қажет нәрсе ол әрине лаваштың қамыры қажет. Бізде осындай үлкен бір домалақ болмаса екеуінен жасасаңыздар болады. Соның өзінен біраз шығып қалады. Мінекей, мен осылай бөліп жатырмын. Кәдімгі пиццаны біз бөлеміз ғой, дәл солай пицца бөлгендей етіп, осылай барлығын бөліп аламыз. 3 бұрышты болуы қажет және тым үлкен болмауы да қажет. Мінекей, мен ортасынан бір домалақты тағы бір бөліп, тағы да екінші рет бөліп жатырмын. Дәл осылай үшінші мәрте тағы бөлеміз. Сол кезде бізде орташа размерде шығатын болады. Мінекей, осылай барлығын дәл осылай бөліп алдым. Енді бізге қажетті осы лавашымыздың қамырынан бөлек сыр және бізге жұмыртқа және су қажет. Су бізге осы лаваштың қамырын ораған кезде жабыстыру үшін қажет болады. Сырды мен осылай соломка етіп турап алдым. Үккіштен өткізіп жасасаңыздар да болады негізінде, және осы суменен жабыстыратын боламыз бір-біріне. Әркім өзіне ыңғайлы етіп жасай беруіне болады. Мен осылай ұзын соломканы басына салып, дәл осылай орай бастаймын және аяғына дейін ораймыз. Тым қатты жетпей, сол жерде кішкене суымызды жағып жіберіп, лавашымызға жабыстыратын боламыз. Мінекей, видеода көргендеріңіздей барлығын осылай біртіндеп жасап шықсаңыздар болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Жай ғана сырымызды арасына қойып, дәл осылай барлығын орап шығамыз кезек-кезегіменен, және бізде размерлерде бір болады. Сіздер су пайдалансаңыздар да болмаса, жұмыртқаның ағын пайдалансаңыздар да болады. Лаваштың қамырын жабыстыруға оның барлығы өздеріңіздің қалауларыңызша жасай бересіздер. Енді бізге сковородкамызға майымызды құйып, орташа отқа қойып қоямыз. Бізге қыза беруі қажет. Майымызды құйған кезде тым көп май құюдың қажеті жоқ. Бізге кішкене ғана қуырылуға болса болғаны, тым көп май құюға болмайды. Дәл осылай газымыздың орташаға қойып қоямыз. Енді кезек-кезегімен біз жұмыртқаға аунатып барып, бөректерімізді пісіріп алатын боламыз. Жұмыртқаны кез келген шұңқылдау ыдысқа жарып алып, жақсылап араластырып қойсаңыздар болды. Шетінен осылай батырып алып, бір-бір аунатып жібереміз дағыны. Сковородкамызға бірден салып, қуыра береміз. Тым қатты қызартып жібермейміз, сарғыштау етіп ала бергендеріңіз дұрыс. Бізде сырымыз тым қатты шетіне шығып ағып кетпейді. Одан екі жанын жауып, олай жасамай қойсаңыздар да болады. Мінекей, осындай сарғыш түсте мен барлығын дәл осылай пісіріп ала беремін. Кезек-кезегімен арғы бетінде дәл осылай қуырып шығыңыздар. Мінекей, осылайша біздің бөректеріміз дайын болды. Қыздар, егер де сіздерге менің видеоларым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, және де мені қолда подписаться кнопкасын басып кетсеңіздер, және апта сайын сіздерге теп-тегін рецептілер салып отыратын боламын. Сіздерден тек қана қолдау, менің каналымның ары қарай дамуы үшін тек қана қолдауларыңызды күтетін боламын, және менің тегін осы жердегі мастер-классымды көріп шығуды сіздерге ұсынамын.